Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерменен банан қосылған пирог, банановый пай пирогын істеудің тәсілін бөліскемін. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бастаймыз. Бізге керегі бірінші ұн, сары май, қант ұлпасы, жұмыртқа, шым тұз керек. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Осының үстіне сары майымызды салып, ұнмен әбден жаншылаймыз. Сондай төгіліп тұрған ұн пайда болады бізде. Мінекей осындай. Оның үстіне шым тұзымызды саламыз. Қант ұлпасын қосамыз. Ішіне араластырып алып, үстіне жұмыртқамызды салып, жұмсақ майлы қамыр илейміз. Керемет әдемі қамыр болып шығады бұл. Міне осындай әдемі майлы жұмсақ қамыр істейміз. Бұны мұздатқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін табамызды жақсылап майлап дайындап қоямыз. Сонымен қамырымызды алып, ортаға салып, жиегіне қарай итере отырып, қалыпты әсемдеп жасап шығарамыз қалыпқа. Осылай әдемілеп формаға келтіріп аламыз. Сөйтіп шанышқыменен ұрғылап, духовкаға 190 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Біз оған дейін кремін істей бастаймыз. Бізге 34% сливка, творожный сыр, қант ұлпасы керек. Бірінші сливкамызды құйып, миксердің көмегімен қозғап аламыз. Кейін үстіне творожныйды салып, тағы миксерлейміз. Осылардың бәрі тегіс араласқан кейін қант ұлпасын қосамыз. Сонда осындай қозғалмайтын керемет крем болып шығады. Біздің крем дайын. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Бұған бізге банан, варенка, жаңағы кремімізді пайдаланып, бетін әсемдейміз. Әзірге кішкене салқындатамыз. Міне біздің пирогымыз салқындады. Мен 3 қасық қостым варенкадан. 3 қасық варенкамен жетті. Осыны жақсылап жайып алып, үстіне бананды айналдыра қойып шығамыз. Оның үстіне кремімізді насадкамызбен үстіне салып шығамыз. Міне осылай айналдыра отырып құйып шығамыз кремімізді. Осының бетіне мен какао порошогын қостым. Міне осылай. Осымен біздің банановый пай пирогымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.